Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қайнатылмайтын және банкаға құюды қажет етпейтін өте дәмді жеңіл огонек приправасын жасаймыз. Осылай баклажкада құйып сақтай береміз. Ешқандай ашымайды, атылмайды. Күнделікті тағамға қосып жегенге, нанға жағып жесеңіздер де, немесе тамаққа томат ретінде қолдансаңыздар да болады. Мен барлығын асықпай мұқият түсіндіріп көрсетемін, сондықтан видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін соңына дейін көріңіздер. Огонекті жасауға 10 кг қызанақ керек болады және жарты килограмм чеснок. Чесноктың қабығы жылдам аршылу үшін суға салып қоямыз. Одан кейін бізге бір дана ащы қызыл бұрыш керек болады. Егерде сіздер қатты ащыны қаласаңыздар, 2 немесе 3 данасын қоссаңыздар болады. Өткізуге ыңғайлы болатындай етіп, осылай 4 немесе 6 бөлшекке бөліп турап аламыз. Мінекей турап шықтық. Енді сарымсақтарымыздың қабығын аршып дайындап қоямыз. Суда тұрғаннан кейін қабығы оңай аршылатын болады. Енді біз барлығын ет тартқыштан өткіземіз. Ең алдымен қызанақтарды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Егер үйіңізде ет тартқыш болмаса, блендермен өткізсеңіздер, ессеңіздер болады. Тартылған қызанақтарымызды осылай үлкен бір ыдысымызға құя береміз. Қызанақты өткізіп жатқан кезде қызыл ащы бұрышты да қосып өткізіп жібереміз. Ащы қызыл бұрышты әркім өз қалауы бойынша қосады. Егер балаларым жей алмай қалады дейтін болсаңыздар, онда ащы бұрышты қоспасаңыздар да болады, немесе бір данасын ғана қоссаңыздар болады. Келесі кезекте біз сарымсақтарымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Соңғы жағында ішінде қалып кетпес үшін осылай артынан кішкене тағы қызанақтан өткізіп жіберсеңіздер болады. Тартылған сарымсақты да қызанақтың үстінен саламыз. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Мен 4 ас қасық тұз салдым. Сіздер де дәмін көріп отырып қоссаңыздар болады. Келесі кезекте бізге аспирин таблеткасы керек болады. Огонегіміз қайнатылмайды болғандықтан және баклажкада сақтайтын болғандықтан атылып кетпес үшін және де ашып кетпей жақсы сақталу үшін бізге осындай аспирин таблеткаларын қосу керек болады. Бірінші аспирин таблеткаларды жақсылап ұнтақтап езіп аламыз. Бүтіндей салсаңыздар ішінде ерімей қалуы мүмкін. Сол себепті ұнтақтап алып қосасыздар. Аспирин қышқылы негізі 1 литрге 1 таблеткасы салынады, немесе қызанақтың килограммына байланысты қоссаңыздар да болады. Яғни мен 10 килограмм қызанаққа 10 таблетка аспирин қышқылын салдым. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ішіндегі тұзы, аспирины жақсылап араласуы керек. Енді бұл огонегімізді бірден баклажкаларға құймай бір түнге қойып қоямыз. Мен кешке қарай жасадым. Бетін жауып далаға немесе балконға қойсаңыздар болады. Bir түн тұрғаннан кейін аспирины, тұзы жақсы сіңіп, огонегіміз бір көтеріліп түседі. Енді келесі күні баклажкамызды жақсылап жылы сумен жуып, 3-4 рет шайып аламыз. Bir түн тұрған огонегімізді алып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің өте дәмді жеңіл огонек приправамыз дайын болды. Енді баклажкаларға құйып, қақпақтарын жақсылап жабамыз. Егер сіздер морозильникте сақтайтын болсаңыздар, қатты толтырмаңыздар. Себебі баклажкамызға толғаннан кейін ол мұз болып қатқаннан кейін ол ісіне бастайды. Сондықтан қатты толтырмаңыздар. Ал егерде бөлме температурасында сақтай берсеңіздер, немесе тоңазытқышта сақтай берсеңіздер де болады. Құрметті көрермендерім, қазақ тілді осындай YouTube каналдың кеңінен дамуына аз да болсын өз үлесіңізді қосып, осы видео ұнаса лайк басып, комментария бөлімінде өз пікіріңізді қалдырып, каналға подписация батырмасын басып тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен болған мен Ғалия Сұлтан.